Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге өте дәмді әрі жұмсақ синнабон бөлкелерін рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін жылы сүтке қант, ашытқымызды салып араластырып, бетін жауып, жыл жерге шапкасы пайда болғанша қоямыз. Мінекей осы шапкасы дайын болады. Енді қамыр дайындауға кірісеміз. Жұмыртқа, қант, ерітілген сары май салып араластырып, үстіне дайындап қойған жаңағы ашытқымызды құямыз. Одан кейін електен өткізілген ұнды саламыз. Міндетті түрде шым-шым тұз салуды ұмытпаңыздар. Жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Қантымыз бен корицамызды араластырып дайындап аламыз. Дайын болған көтерілген қамырымызды тік төртбұрышты форма беріп жайып шығамыз. Бетіне жұмсақ бөлме температурасындағы сары майды жағып, оның үстіне дайындап қойған қантымыз бен корицамызды сеуіп рулет етіп орап шығамыз. Рулет етіп ораған кезде ең соңғы ұшын міндетті түрде қамырға жабыстырып түйуді ұмытпаңыздар, өйткені ашылып кетеді. Осылай жіптің көмегімен кесіп шықсаңыздар да болады, немесе өткір пышақпен кессеңіздер де болады. Формаға орналастырғаннан кейін бетін жауып, бір 10-15 минутқа қоямыз. Одан кейін қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Булкалардың бетіне ыстықтай крем жағамыз, яғни қант ұнтағы мен сметананы араластырып ыстықтай жағып шығамыз, булкалар ыстық күйінде тұрған кезде. Мінекей булкаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі үлпілдек болып шығады, және де арасындағы корица бөлкелерге өте ерекше дәм береді.